Баршаңызға сәлем. Бұл видеода өте дәмді, қытырлақ, қатпарлы чак-чактың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін су, сүт, сары май, тұз, қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне електен өткізілген ұнды қосып, қамыр илейміз. Иленген жұмсақ қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Ие қанған қамырды екіге бөлеміз. Бұл видеода мен жарты порциямен жасадым, өте аз шығады екен. Сол себептен сіздер толық бір порциясын жасаңыздар, ол кезде қамырды төртке бөлесіздер. Оқтаумен жұқа етіп жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей жұқа болу қажет. Үстіне еріген сары майды бір келке етіп жағып аламыз. Оқтауға тығыз етіп орап, үстінен ұзынша етіп кесеміз. Қамырды ашып, оқтауды алып тастаймыз. Шамамен бір саусақтың көлемінде етіп кесіп аламыз. Кесілген қамырымызды сол қолымызбен ұстап, оң қолымызбен ішке қарай бұрап басып отырамыз. Қуырған кезде ашылып кетпесі үшін басуымыз міндетті. Тарелкаға салып, бетін жауып, холодильникқа 15 минутқа қойып аламыз. Асығыс болсаңыздар міндетті емес. Қызып тұрған майда, орташа отта үнемі араластырып отырып пісіреміз. Барлық жағы бір келкі қоңырқай түс болғанша қуырамыз. Сироп дайындаймыз. 600 мл суға 500 грамм қантты салып, қайнағаннан кейін бір тілім лимонды салып жібереміз. Болмаса, шай қасықтың ұшымен лимонная кислотаны салсаңыздар болады. Орташа отта бұрқылдатып отырып, 30 минут бойы қайнатамыз. Дұрыс қуырылған чак-чагымыздың түсі қоңырқай, барлық жағы бір келкі болып шығады. Енді барлығын сиропқа малып, тарелкаға жинайтын боламыз. Сироптың орнына өз қалауларыңызға қарай қойылтылған сүт, яғни сгущенное молоко қолдансаңыздар болады. Ерекше әдемі чак-чагымыз дайын. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлжан Нұрболатқызы, назарларыңызға көп рахмет.